Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің математика, физика және информатика корпусының 306 смарт аудитория кабинетіне шолу. Бұл біздің алғашқы смарт технология, смарт құлып. Смарт құлыптың ең үлкен пайдасының бірі қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Смарт құлыптың негізгі функциялары: саусақ ізін сканерлейді, пин-код арқылы кіру мүмкіндігі бар, және де арнайы карточкамен кіруге болады. Және де смарт құлыпта арнайы QR-код арқылы уақытша бұғаттау ашу опциясы бар. Сонымен қатар есікті іштен кілттеуге арналған функциясы бар. Бұл екінші смарт технология интерактивті тақта. Бұл оқытушының сабақты көрнекі түрде өтуіне көмектеседі. Бұл біздің үшінші смарт технология Bambu Lab компаниясының 3D принтері. Принтер мүмкіндіктері ол жоғары жылдамдықта және сапалы түрде түрлі заттарды басып шығара алады. Принтер пластик жіптерімен жұмыс істейді және модельдерді қабаттап шығарады. Бұл құрылғының көмегімен ойыншықтар, бөлшектер, макеттер және басқа да бұйымдар жасауға болады. Bambu Lab оқу және өндірісті қолдануға өте ыңғайлы, ақылды және тиімді құрылғы болып саналады. Бұл iJawab жасанды робот планшетке Bluetooth арқылы жалғанған. Ол универдегі студенттердің универ туралы сұрақтарына жауап береді. Мысалы, Абайдың идеялары оқу процесінде кеңінен көрініс табады. Университеттің IT, бизнес, түр курстары бар. Бұл бізді 5-ші смарт технология, смарт қоқыс жәшік. Бұның мүмкіндіктері біз бір іс-қимыл арқылы бұны ашып және жаба аламыз. Бұл бізде соңғы смарт технология, бұл Алиса. Алиса бұл аудиториядағы құрылғыларды басқарады. Мысалы, Алиса, продолжай. Sen gözün canım,